Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге өзбек ұлтының тағамдарының бірі чиз дайындаймыз. Бұл тағамда ең басты өнім ет болып саналады. Сіздерге кеңесім қойдың және сиырдың қара кесек етімен алсаңыздар болады. Бұл жерде етті қатты ұсақтаудың қажеті жоқ, үлкен көлемді болғаны дұрыс. bensound.com. Картошканы дәл видеодағыдай көрсетілгендей кесіп аламыз. bensound.com. bensound.com. Туралған картошкаларымыздың үстіне тұз сеуіп араластырып, қызып тұрған майға салып, қызарып пісіріп аламыз. Бұл жерде сұйық майдың көп болғаны дұрыс. bensound.com. Қызарып піскен картошкаларымызды сүзіп аламыз. Қызып тұрған майымызға ең алдымен сүйектерімізді салып, қызартып қуырамыз. Екі жағын жақсылап аударып қызартып қуырамыз. Ендігі кезекте осы қызарып піскен сүйектердің үстіне етті саламыз. bensound.com. Етімізді де осылай қатты қызартып қуырып алғаннан кейін, жаңағы қуырған картошкамызды бетіне салып, bensound.com. жарты стакан су құямыз. Бетін бу шықпастай етіп ыдысымызбен жауып қоямыз. Асын ақырын баяу отқа қойып пісіреміз. bensound.com. Мінекей, осымен ұшақ затпен дайындалатын тағамымыз дайын. Ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарияға қалдырыңыздар.